Кабардин-Балқар, яғни көрші Ресей елінен келген командалар да қазір фавориттер қатарына қосылды. Тактикалары өте мықты, байқап отырмыз. Өзіндік тактикалары бар. Бұған дейін олар бәйге спорттарында жаңағы алдына жан салмай келсе, қазір осы жолы ұлы дала жорығы дейміз ғой. Осындай алыс қашықтықтарға да, көп күндік жарыстарға да жақсы тактика қойып, жақсы жылқыларын дайындай алатын дәлелдеп жатыр. Кабардин-Балқар құрамасы осы ұлы дала жорығының алдыңғы үштігіне тіпті бас жүлдесін алуы мүмкін бе? Бұл кәдімгідей бәсекелестік тудыра ала ма осы адай жылқыларына? Тіпті мен одан асырып айтсам да болады, сенсация болуы да мүмкін. Кабардин-Балқар құрама командасы өзіңіз айтқандай бір уақытта өздеріне қойған межемен жүріп келе жатыр. Енді ертең олар бағана Бакбермен сөйлескен кезде біз біздің аттар бауырын жазып әлі шапқан жоқ дегенді айтып қалды. Сол себептен ертең олар барын салады. Тіпті жеңіске жетіп жатса да біз таң қалмаймыз. Бірақ біздің ізін алып келе жатқан Ақтөбе бар, Маңғыстау командалары да осал емес. Кабардин-Балқар командасы да осы ұлы дала жорығында бас жүлдеге таласуы мүмкін, және ол осы жарыстың сенсациясы болуы мүмкін дегенді жаңа Сәкен Сейітханұлы пікір айтты. Егер бас жүлде алып жатса, оған да қуанамыз, өйткені бұл жердегі жарыс әділ болу керек, барынша объективті болу керек, ешқандай кедергілер, ешқандай проблемалар туындамау керек. Осы жарыс жолына шыққан жылқыларға бұл жөнінде біз таңғы эфирде де айтқан болатынбыз. Енді ертең соңғы жарыс күні біз енді бүкіл спорт жанкүйерлері, әсіресе ат спортының жанкүйерлері тақымын қысып осы нәтижені күтіп отыр. Біз де команданың басы қасында болып, осылай сағат сайын тікелей эфирге шығып, соңғы ақпараттармен бөлісіп отырамыз.